қолдарың көс-көс, беттерің қап-қара болып, осы үйдің отымен кіріп, күлімен шығып жүрсіңдер. Азаннан кешке дейін жұмыс жасайсыңдар. Соның өзінде айтып атқан рахметтер жоқ. Ұрып, көк ала қой қылып атыр. Сендер құл емессіңдер, адамсыңдар. Келінсіңдер. Олар сендерді бұлай ұрып сопақ түгілі бар ғой, алақандарында ұстап, күнде рахметтерін айтып, гүл сыйлау керек. Ойбай, гүл демекші. Соңғы бір ай демей қойым, бір жылда сыйлық алғандарың бар ма күйеулеріңнен? Жан, рахмет саған деп сыйлық сыйлады ма? Жоқ. Ешқандай да. Мына жұрттар сияқты Мальдив, Дубайда демалдыңдар ма деп сұрамай қойын. Мына қаладағы кинотеатрға барып кино көрдіңдер ма? Үйме күрпаш көрген ғой, танцой көрген ғой. Кетші, ол 19-шы ғасырда ғой. Ту, қыздар, мен сендердің құқықтарыңды қорғау үшін осында келдім. Болды, ояныңдар. Дұрыс емес па, дұрыс емес деп айтыңдар, күйеулеріңнен қорықпаңдар. Мен сізге қосылам. Әр сөзіңізге қосылам. Өте дұрыс айтып жатырсыз. Не бұлар шынында ғой? Не сыйлық әперуді, не қыдыртуды білмейді. Ойларына кіріп те шықпайды. Рахмет сізге, біздің көзімізді ашып жатқан. Гүлмира Асқарқызы, біздің үйде барып шай ішіп кетсеңізші. Мен Гүлмира